достар, мен Бауырсақ. Мен жүгіргенді және өз оқиғаларымды айтып бергенді жақсы көремін. Бүгін Степногорск қаласының орталықтандырылған кітапхана жүйесінде үлгілі балалар кітапханасының қызметкерлері ұйымдастырған дәстүрлі ертегі қонақтарында атты әдістемелік сағаты өтті. Біз кітап көрмесін ұсынып, кітапхана кеңістігінде театрланған қойылымдар форматының ерекшеліктері туралы айтып, өз шығармашылық табыстарымызбен бөлістік. Ерекше назарда Бауырсақ ертегісінің театрландырылған оқылымы өзіне тартты. Үйдегідей жылы да жайлы атмосфера, көз тартарлық жарқын костюмдер және бала кезден таныс сюжет көрермендердің еститін сиқырлы әлеміне, тұтас бейнелеріне және шағын болса да шынайы, әсерлі театрлық қойылымның қатысушылары ретінде сезінулеріне мүмкіндік берді. Сегодня в централизованной библиотечной системе города Степногорска состоялся традиционный методический час в гостях у сказки, подготовленный сотрудниками модельной детской библиотеки. Мы представили книжную выставку, рассказали о специфике формата театрализованных представлений в библиотечном пространстве и поделились своими творческими находками. Особое внимание привлекло театрализованное чтение сказки «Колобок». Теплая, по-домашнему уютная атмосфера, яркие костюмы и любимый с детства сюжет помогли зрителям полностью погрузиться в волшебную историю и почувствовать себя участниками небольшого, но по-настоящему захватывающего театрального действия.